Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бүгін мен Френзи достар. Бүгінгі видеода біз балдарға пранк ұстайтын боламыз. Қыз болып сендер арнаға жазылып отырыңдар, ал біз видеоға кеттік. Вот бірінші жемтігіміз. Так, привет деп қояйық ал енді. Так, привет деді. Ал енді өзбек екен. Так, өзбек. Так, тыры, go. Жоқ болмайды, можно познакомиться дейді да, короче. Так, енді қазір явно бір да дейтін сияқты болып тұр, но явно біреу. Қазір көреміз, короче. Можно дейді. Так, енді дара прими дейік. Друзья, қабылда деген. Так, орысша сөйлеп жатырмын енді барынша. Өзбек қазақша сөйлесең так болған. Түсінбейтін шығар деп ойлап тұрмын. Так, я девушка деп жазайық. Так, енді қабылдасын. Енді друзья, қабылдайтын шығар, енді қазір көреміз. Так. Давай, болсашы бауырым. Немне бәле 2 сағат жазасың? Немне бәлесің бауырым? Болса еще бауырым ұйықтамас еще. Не получается примить. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Отец. Мынау қуатым біреу екен ғой. Зачем деп қойдық та, бізде бір орысша қатыратын адам ұсап. Так, зачем дедік, енді не дейді? Не знаю дейді. Ой, далбан. Women. Мынауын достар қатырады екен ғой, кәдімгідей де. Так, мынау клавиатурам шайып жатыр ғой мен деген. Ок дедік, ал енді қашып кетейік. Бірінші адам болмады енді достар, енді екінші адамды көрейік қандай болатынын. Так, кеттік ал екінші адамға. Так, достар, екінші адамға да келдік, ал енді бұған отырып тұр, өліп атын, друзья, қабылдамайды ғой мынауың никак. Деген не істейміз енді? Так, сообщение жазайық, бос ұтпай. Так, привет деп қойық та, короче. Деген, привет. Ол да ответ қайтарса явно қабылдайды деген сөз енді. Қазір көреміз, короче. Қабылдасай бауырым, болса. Привет дейді. Опа, айттым ғой, достар, друзья, қабылдайтын сияқты, что-то. Мен бір жерім сезіп тұр, что-то. Қазақсың ба дейді да, мынандай жіберейік. Дегенді қабылдайтын шығар енді деп ойлаймын. Деген не істейді екен бұл? Так. Қазақ емес сияқты мынау достар енді. Мынандай никпен қазақ емес болса, Усманов деген ник болмайтын сияқты. Или бола ма? Комментарийға жазып кетіңдер, короче. Запрос тастап мынау қабылдайтын түрі жоқ достар, қызы бар сияқты. Из Косов нет, немне білен, сообщениесі немне білен, жазу біле ма? Ты қазақ дедім. Так, қазір көреміз не дейтінін. Не дейді екен достар? Так. Нет дейді. Мынау қатырады екен ғой. Можно познакомиться дейді. Мынау клавиатураны шателесіп жатырмын достар. Қателесіп кеттім. Кешіріп қойыңдар. Так, можно познакомиться дейді ал. Не дейді екен? Так. Усманов. Гильдиясы ятыз екен да. Так, не істейді екен? Мынау достар, да, конечно дейді. Я девушка. Дейді. Қазақпын деді ма жаңа? Да, конечно деді. Онда точно қазақпын, Қазақ па, қырғыз ба, что-то түсінбей тұрмын да мен. Так. Болсашы бауырым. Не қылдың? Ей бауырым, болсашы. Я мальчик дейді. Білеміз мальчик екен. Қабылдасыш енді. Дыры примешь дейді. Давай, бош, қабылдаш, Усманов, босай. Ничего, маған бәрі видео зарып жатыр бұның арқасында. До конца қарай беріңдер видеоны. Бос қарап отпай, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Я қырғыз дейді. Ешақ қырғыз екен ғой мынау. Пох дей салайық. Похей дей берейік. Енді пранк өтсе болды емес пе, главное. Друзья, тастап жатырмын, қабылдамайды. Аты дейді. Я казашка дей салайық. Қазақпыз ғой, казашка деп қойық та енді. Пранк қызбын деген сияқты болғасын, енді қызбын дей салайық. Так, друзья, тастап жатырмын, қабылдайтын түр жоқ. Енді достар, бұл болмай кетті ме? Келесі адамға көшетін сияқтымыз ғой, что-то я. Дара прими дейік. Не дейік? Қабылдайтын түр жоқ достар, короче, болмайды. Соңғы адамға өтетін сияқты что-то. Соңғы адамға біз кеттік, короче, айтқанда, ал кеттік. Так, үшінші жемтігімізге де келдік, ал енді Жасик Гоудары дейік, короче, қызыл кибаған адам неге Жасикта просто. Так, Жасик Гоудары дедік. Так, go дейді. Кел десем, бері кел десем, келмей тұр да. Так, қара кибаған адамды көрейікші, что-то келсетін сияқты. Томас деген, короче. Томас. Салам алейкум, Томас. Гоудары, я девушка деп қойық та, короче. Не дейді екен?
Томас қабылдады. Ма достар, қабылдады, сразу қабылдады. Қазір лоббиға шығып, енді пранкымызды өткізетін боламыз. Сіздер видеоны до конца қарауларыңызды өтінемін. Ал біз кеттік. Ал достар, соңғы жемтігіміз, короче, группаға кірді. Енді біз болған микро включить деп жазайық. Микро выключить деген, короче, микроны қосайын ба деген сөз ғой. Енді орысша білмейтіндер болса, соларға айтып жатқаным ол, короче. Так, енді микро қосамыз қазір, короче. Так, микро жазам екен, так. Ну ладно дейді. Давай, короче, пранк өтіп тұр ғой, короче. Салам алейкум. Я пацан. Реакциясын көреміз қазір, достар. Ана сразу жазады, явно. Қазір көреміз. Чего дейді. Достар, өтті, көрдіңдер ма, достар? Ема. Соңғы адамны зорға өткіздім ғой. Ема, достар. Ойбай. Ой. Достар, көрдіңдер ма, не жазған енді? Ема, достар, пранк өтті. Короче, видео қызықты болса, арнаға жазып кетіңдер. Осындай пранктар шығарып отырайын ба, комментарийға жазып кетіңдер. Ал, всем давайте, удачи.